Ассалаумағалейкум, құрметті Қызылорда қаласының тұрғындары, Шаңырақ Инстаграм парақшасының оқырмандары. Біз сіздермен Әуелбек көшесінің бойында тұрмыз. Мынау алдағы көріп тұрған темір жол вокзалы. Осы вокзалдың дәл жанында орналасқан Әуелбеков 41А мекенжайы бойынша үй шыққалы тұр. Мына жасыл үй, сол қызыл үй, екі үйдің ортасында төрге қарай шықсаңыз ауласында орналасқан. Енді жақынырақ ауласымен таныссақ, бұл үйдің өзі, ауласы, бұл жақ тыныш. Мына көрдіңіздер, жаңағы көрсеткен Әуелбек көшесінің бойы. Үйдің жылы 1958 жылғы, 2 қабатты, 3 бөлмелі, екінші қабаттан шыққалы тұр. Қазір үйдің ішкі барысымен таныса кетейік. Подъездің көрінісі осымен крышаға шығуға болады. Подъезді байқағандарыңыздай таза, үстіңгі бөлігіне су кетпейді ешқандай. Бір қабатта 2 пәтерден кіреберіс бөлігіміз ұзына бойы дәліз, дәлізіміз кең. Жан жағымызға бөлмелеріміз шығады. Тура жатын бөлме, оң жағымызда ас бөлмесі, төр жағында, сол жағында қонақ бөлмесі, және де кіреберістің дәл сол жағында жатын бөлмесі. Ал бұл біз көріп тұрған жолай көре кетейік. Қабырғасы декор панельмен, және де үстіңгі бөлігі декор панельмен жабылған. Бірге орналасқан санитарлық торабымыз, қол жуатын аймағы, мына жағында жуынатын бөлігі, ал мына бөлігінде әжетхана бөлігі орналасқан. Бөлмелерімізбен жеке-жеке танысайық. Қабырғамыздың барлығы түс қағазбен қапталған. Жатын бөлмеміз ақшыл түсті, түс қағаз, төбеде қосымша споттар жұмыс жасап тұр. Жалпы үйдің аурасы жақсы. Мына қабырғамыз біздің гүл тәріздес ерекше жасаған. Қонақ бөлмеміздің келбеті, кондиционер, мына бөлігін пердеге арнайлап, ыңғайлап жасаған. Міне көрдіңіздер. Мына жағында тереземіз пластикпен қапталған. Сыртқы бөлігін байқасаңыздар, мына аймағында үйге келген кезде көрінеді. Арнайы 30-35 шаршы метрдей болатын далада осы үйге тиесілі қоршалған аймақ бар. Келешекте шағын талды-көге болмаса басқа да заттарыңызды қоюға өте ыңғайлы. Осы жақпен екінші жатын бөлмемізді көреміз. Сарғыш түсті эмульсия жақпасы. Үйдегі жиһаздардың бәрін үй иесімен келісіп ақылдасасыздар. Енді ас бөлмесін көрейік. Ас бөлмеміз газ барлығы өз орнында. Жиһазымыз басқа үйлерге қарағанда осы маңайдағы привокзальный дейміз ғой, осы маңайдағы үйлерге қарағанда ас бөлмеміз кеңдеу. Ал кейбір үйлерде ас бөлмесі тар болып келеді. Көше бетке қарайды. Мынау жүріп отқан ар жағындағы Әуелбеков көшесінің көрінісі. Үстіңгі бөлігіміз декор панель. Үйдің жалпы ауданы шамамен 60 шаршы метрді құрайды. Осы үйімізді сатып алу жөнінде біздің Инстаграм парақшамыздың постасындағы нөмірге хабарлассаңыздар болады.